қай тапсырма беріледі? Қай тапсырма беріледі? Олар 6-шы тапсырма берілген болады, иә? Ал 6-шы тапсырманы мен қазір тақтаға көрсетіп қойдым. Сол бойынша жылдам дұрыс па тексеріп шығайық дәптерімізге қарайық. Кәне, бірінші сөз қандай сөз? Кәне, бастап оқи берейік жылдам. Қаласа басташы. Көрме. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі мөлдір. Келесі сөз үй тапсырмасындағы сөз. Үй тапсырмасы. Айтыс деген сөз туындады ма? Аға, келесі Гүлбаршын, дәптеріне қарап оқы. Шаптыс. Шабыс. Негізде шабыс болады. Ана Б-ға айналып кетеді бізде. Келесі. Саяжан. Тапшы болады, е? Солай ма? Тапшы болады. Келесі. Айселе. Суретші. Дұрыс. Келесі. Жылдам. Аға, Саяжан. Балықшы. Нұрым. Бөлме. Дұрыс. Аға. Келесі. Алижан. Келесі сөзіміз қандай сөз еді? Қуандық. Біз не істедік? Қуандық. Келесі. Айселе. Жақсылық. Аға, Гүлбаршын. Адалдық. Дұрыс. Кәусар. Достық. Аға, келесі. Майза. Бұрғы. Жарайды. Балалар, біз осы сөздермен қазір қандай сөздер жасадық? Туынды сөздер жасадық, е? Бұларға біз нелерді жалғадық қазір? Қызылмен беріп тұрған нелер? Жұрнақтар. Яғни сөздерге жұрнақ жалғау арқылы біз қандай сөздер жасайды екенбіз? Туынды сөздер жасайды екенбіз. Тамаша балалар, үй жұмысын жақсы орындап келген екесіңдер. Олар болса біз енді сабағымызды ары қарай тағы жалғастырайық. Біз бүгін сабағымызды сол ертегілер әлемімен қайтадан танысамыз. Өткен сабақта біз ертегі әлемімен таныс болып кеткенбіз, е? Ертегі әлемі біз үшін таныс па, балалар? Иә. Біз үшін таныс. Біз оны қай сабақта таныс едік? Әдебиет сабағында таныс болғанбыз. Әдебиет сабағында қандай ертегінің түрін өтіп едік? Қандай ертегінің түрін өтіп едік әдебиет сабағында? Керқұлақты, Кендебай ертегісін өткен жоқ па едік? Иә. Ол ертегіні біз қай ертегінің қай түріне жатқыздық? Қиял-ғажайып ертеге жатқызған болатынбыз. Жарайды. Олай болса балалар, біз ертегіні қанша топқа бөлдік негізінде? 3 топқа. Нұрым айта қойшы, қандай топтар еді? Қиял-ғажайып, шыншыл, жан-жануарлар. Дұрыс айтасың. Қиял-ғажайып, шыншыл және жан-жануарлар туралы ертегі. Олай болса балалар, біз бірінші бүгін топқа бөлініп алайық. Сабақты бастамас түріне. Осы ертегінің қазір 3 түрін айттыңдар ғой. Мен мына жерге сол ертегінің 3 түріне байланысты карточкаларды қойып қойдым. Сол карточкаларды алу арқылы қазір топқа бөлініп отырып алайық. Содан кейін барып сабағымызды ары қарай жалғастырамыз, иә? Ал олай болса кеп мына жерден өздеріңе тиісті карточкаларды алыңдар. Кімге қай ертегінің түрі тұрды, сол оқушы сол топқа барып отырады. Алсаға, орын-орынға, топ-топқа бөліп отырайық, е? Міне, бірінші топ бізде қандай топ болды? Қиял-ғажайып топ болды. Ертегілер тобы, екіншісі шыншыл ертегілер тобы, жан-жануарлар туралы ертегілер. Тамаша, жарайды балалар. Ал енді 3 топқа бөлініп алдық балалар, енді ары қарай осы сабақ барысындағы берілген тапсырмаларды орындауға көшеміз. Олай болса, бүгін біз сол ертегінің жалғасы, қиял-ғажайып ертегінің жалғасы, ертөстік ертегісі бойынша сабағымызды бастаймыз. Бүгін ертөстік ертегісі және зат есімнің құрамына қарай, бөліну түрлеріне қарай сабағымыз жалғасын табады. Олай болса, балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбына қарай, бүгінгі сабақтың тақырыбы ертөстік ертегісі. Яғни оқу мақсаттары. Бүгінгі сабақта қандай мақсатты жүзеге асыруымыз керек екен? Бірінші, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау. Ол, яғни оқылым мәтіні бойынша не істейді? Жүзеге асады. Екінші, зат есімдердің мағыналық түрлерін мән-мәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану. Оны біз зат есімнің түрлерін ары қарай жалғастырамыз. Міне сол бойынша тапсырмаларды істеп отырамыз. Орындап отырады екенбіз, иә? Жарайды, енді сабақтың барысындағы мақсатына тоқталып кетейік. Бірінші, мәтінді оқу және мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау. Екінші, зат есімдердің құрамын білу. Үшінші, оқылым мен
тағылымдалы материалдар бойынша деңгейлік тапсырмаларды орындау. Бағалау критерийлері осы бойынша. Яғни біз не істейміз? Осы тапсырмаларды орындау барысында сендер мына бағалау критерийлерін жүзеге асыруларың керек. Мәтіннің мазмұнын түсінуіміз керек, негізгі және қосымша ақпараттарды ажырата алуымыз керек, зат есімдердің құрамын білуіміз керек, деңгейлік тапсырманы орындай алуымыз керек екен. Ал олай болса балалар, сабақтың барысына көшейік. Оқулықтағы 68-ші, 69-ші бетташы, 44-ші параграф, ертөстік, ертегісі. Ал бірінші оқылым мәтіні түр, ертөстік, ертегісі. Бірінші мәтінді оқып шығайық. Кәне, кім оқиды, қай топтан оқиды? Кәне, Саяжан, ал дауыстап, мәнерлеп, әдемілеп оқиды. Екеуі жүріп кетеді. Тағы елсізбен келе жатса, жолдарында бір адам көрінеді. Неғып жүрген адам деп байқаса, киіктерді матап жүрген адам екен. Екі аяғына байлап алған қазандай екі қара тасы бар. Сол тастармен де қашқан киіктерді құтқармайды. О, неғып жүрген адамсың? Деп екеуі қасына жетіп келеді. Жердің үстіндегі төстік жердің астында түсті деп естіп, соған жолдас болайын деп, жолын тосып жүрген адамын дейді кісі. Төстікке жолдас боларлықта қандай өнерің бар еді, дейді төстік. Мен аяғыма шаң жұқпас жүйрікпін. Ұшқан құс, жүгірген аң менен құтылғаны жоқ. Киіктерді қуғанда өз екпініммен ағып өтіп, ұстай алмайтын болған соң, аяғыма қазандай қаратас байлап алып қуамын. Сонда екпінім басылқырап, киіктерден ағып өтпей кетпей, әлді жетіп ұстаймын. Жел аяқ деген мен боламын, деді кісі. Жарайды, сол іздеген төстігің мен боламын, деді төстік. Деді төстік. Ал Саяжан оқып шықты мәтінді, балалар, бірінші біз мәтінмен жұмыс жасап алуымыз керек. Кәне, мәтіндегі негізгі ақпарат не? Кәне, қай топтан кім жауап береді? Негізгі ақпарат не мәтіндегі? Нені айтқысы келіп отыр мәтінде? Ертегіні біз қай түріне жатқыздық жаңа? Ертөстік ертегісін. Енді осы жердегі негізгі ақпаратымыз не? Кәне, негізгі ақпаратымыз не? Қан негізгі ақпарат. Нені айтқысы келіп отыр ертегі арқылы? Қандай әлемге барғанын айтып тұр? Ертегі арқылы ол қиял-ғажайып әлеміне барған. Қиял-ғажайып әлеміне барғанды. Отырақ, осы мәтіннің ішінде қосымша ақпараттарды білу арқылы біз қиял әлеміне саяхаттадық. Қиял әлеміне қатысты қандай сөйлемдерді, сөз тіркестерін кездесті? Кәне, қиял әлеміне қатысты. Қиял әлеміне қатысты. Айзерек? Жердің үстіндегі төстік жердің астына кетіпті. Ондай бар ма бізде өмірде? Жоқ, бұл қиял әлемде. Тағы да. Саяжан. Желаяқ дейді. Желаяқ деген кім? Желаяқ деген осы жер шарын тез қатты жүгіретін адам. Отыра бар. Тамаша. Тағы да. Тағы қандай қиял әлемде? Тағы қандай қиял әлемде? Болды. Не істеп жүр екен деді? Ол киіктерді қуғанда екпін екпінімен ұстай алмай кетті. Ол да бізде өмірде бола ма ондай нәрсе? Кездесе ма? Кездеспейді екен. Міне қараңдаршы балалар, осы аталған нәрсенің барлығы бізде тек қана қайда кездеседі? Қиял әлемінде ғана кездеседі екен. Міне ертөстік ертегісіндегі қиялға толы мазмұны бойынша ертөстіктің қиял әлеміне саяхаты осы ертегінің кішкентай үзіндісінде ғана. Бұл ертегі бізде мазмұны өте ұзақ ертегі, бірақ мына жерге бізге тек қана несін ғана беріп тұр? Үзіндісін ғана беріп тұр екен. Жарайды, мәтінмен жұмыс жасадық балалар. Енді олай болса, ары қарай тапсырмамызға көшейік. Бүгін біз өткен сабақта біз зат есімдермен таныс болған болатынбыз, Кәне, зат есімдерді еске түсіріп көрейікші. Зат есім дегеніміз не болды? Кім айтады? Зат есім дегеніміз не болды? Гүлбаршын. Зат есім дегеніміз заттың атын білдіреді және кім не деген сұраққа. Кім не деген сұраққа жауап береді. Тамаша. Зат есімдерді құрамына қарай қанша топқа бөлдік балалар? Зат есімдерді құрамына қарай. Саяжан? 2 топқа бөлдік. 2 топқа бөлдік. Қандай деп? Негізгі зат есім, туынды зат. Негізгі зат есім және туынды зат есім. Тамаша. Кәне, негізгі зат есім дегеніміз не болды? Негізгі зат есім деп негізгі зат есім деп, кәне, Айзат не ақ отырмызын деп, тез, мөлдір. Негізгі зат есім деп,
Балауса қандай зат есімді атады? Түбір күйінде жасалған зат есімді негізгі зат есім деп атадық, түбір күйінде. Мысал келтірейікші, кәне. Мысал келтірші негізгі зат есімге. Үй, мысалдан, отан, дос, тағда. Жер, тамаша. Ал, жол, Алижан. Негізгіге. Аспан. Міне, осы айтылған зат есімдердің барлығын біз қандай зат есімдерге жатқызамыз балалар? Негізгі зат есімдерге жатқызамыз. Тамаша. Енді екінші түрі туынды зат есім. Ол қалай жасалады? Кәне. Ол қалай жасалады? Туынды зат есім. Нұрым? Ол бірнеше сөзден құралып жасалады. Бірнеше сөзден құралама балалар. Ескертсек, Кәусар? Түбірге жұрнақ жалғануы арқылы, егер де түбірге жұрнақ жалғанса, ол сөз бізде туынды зат есім жасалады. Тамаша. Туынды зат есімге мысалы келтірейік, кәне. Біз жаңа негізгі. Мысалы? Қуаныш деген жұрнақты жалғау арқылы біз қандай зат есім жасады? Туынды зат есім. Туынды зат есім. Тамаша. Келесі Ербол. Ой, кім Алихан? Шаттық. Яғни бұнда қандай зат есім? Жұрнағын жалғау арқылы туынды зат есім жасады. Айзат? Қонақ. Дұрыс айтасың. Яғни ақ жұрнағын жалғау арқылы біз туынды зат есім жасадық. Нұрым? Гүріл. Гүр деген етістікті пайдалану арқылы, яғни еліктеуші сөзді іл жұрнағын жалғау арқылы құлағымызға естіледі, дыбыс естіледі, яғни ол туынды зат есім. Отырамын, тамаша. Жалпы балалар өткен сабақты біз түсіндік қой, енді бүгін біз сол зат есімдерді құрамына қарай бөліп қарастырамыз, олай болса тақтаға қарайық. Міне, зат есім, жаңа өздерің айтып кеттіңдер, заттың аты білдіреді, сұрағы кім, не деген сұраққа жауап береді. Енді зат есімдерді біз құрамына қарай екі топқа бөліп қарастырдық. Жаңа біз тұлғасына қарай деп, негізгі туынды деп бөлдік, оны өткен сабақта өтіп кеткен болатынбыз. Бүгін біз құрамына қарай бөлеміз. Құрамына қарай зат есімдер екі топқа бөлінеді. Дара және күрделі зат есімдер. Біз дара және күрделі сөздермен өткен 90-да да таныс болғанбыз балалар. Дара сөздер деп қандай сөздерді атап едік? Ескертсірекші. Саяжан. Дара сөзде бір сөзден құралған. Бір сөзден құралған сөздерді біз дара сөздер деп атағанбыз. Отырамыз. Күрделі сөздер деп күрделі құралса бір сөзге жұрнақ жалғау. Жоқ, күрделі сөздер Айзат. Бірнеше сөзден жасалады. Екі немесе бірнеше сөздерден жасалады. Оны біз қандай сөздер дейміз? Күрделі сөздер дейміз. Міне, балалар, отырамыз. Жалпы қараңдаршы, міне, ол сөзді біз өткен сабақта өтіп кеткен болатынбыз. Бірақ зат есімдерді де біз осы күрделі деп бөледіміз, дара және күрделі деп. Дара зат есімдер бір ғана сөзден тұрады. Жаңа өздерің мысал келтірдіңдер. Отан, аспан, жер, мектеп, бала. Бұлар бір ғана сөзден тұр. Енді күрделі зат есімдерді қанша топқа бөліп қарастырады екенбіз? Қараңдаршы тақтаға. Қанша топқа? 4 топқа. Біріншісі біріккен сөздер. Отыра ғой. Екіншісі қос сөздер. Үшіншісі мөлдір тіркескен сөздер. Төртіншісі Кәусар қысқарған сөздер. Бұл сөздер бізге таныс па балалар? Таныс, біз оны алдында да өткен. Сонда біздің зат есімдеріміз құрамына қарай дара және күрделі. Күрделінің өзін біз 4 топқа бөліп қарастырады екенбіз. Олар сөздердің бірігу арқылы, қосарлану арқылы, тіркесу арқылы және қысқару арқылы жасалады екен. Міне, мысалдар тұр. Біріккен сөздер ақтау, аққу, асан, әлі. Екі сөздің бірігу арқылы жасалып, қалай жазылады балалар біріккен сөздер? Бірігіп жазылады. Екіншісі қос сөздер. Ата, ана, киім, кешек, бала, шаға. Қос сөздер қалай жазылады? Дефис қою арқылы. Келесі тіркескен сөздер. Абай, Құнанбаев, Каспий теңізі. Бұлар қалай жазылады? Бөлек жазылады. Қысқарған сөздер. Қазақстан Республикасы, Қазақ мемлекеттік институты, пединститут, сантиметр. Бұлар қысқартылып жазылады екен, қысқартылып жазылады екен. Қысқарған сөздер қандай әріппен қысқартылып жазылады, балалар? Үлкен әріппен қысқартылып жазылады. Тамаша. Олай болса, балалар, бүгін зат есімнің құрамына қарай дара күрделі екенін түсіндік па? Егер түсінген болатын болсақ, қазір мен сендерге семантикалық карта таратамын. Сол карта бойынша әр оқушы
семантикалық картада не беріліп тұр, яғни бұл семантикалық карта дұрыс, бұрыс деген белгілер арқылы ғана жазылады. Ол белгіні мынаның қасына қоясыздар. Дұрыс болса дұрыстың қатарына қоямыз, бұрыс болса бұрыс деген сөздің қатарына қоямыз. Мына топқа бөліп тастайды, өздерің бөліп алыңдар. Әр оқушыға бөліп беріңдер. Сол бойынша тексеріп шығасыңдар. Ал орындаймыз, ручкамен жазып, қасына дұрыс болса дұрысқа птичка қоямыз, или қосу белгісін қойыңдар. Алу белгісін қойсаңдар болады. Ал тез-тез кірісіп орындар. Әр недегі беріп тұрған тапсырма әр түрлі болады. Балалар. Al, nasıl koysak balığı? Nasıl koysak? Nasıl bulsak? Тақтарға мен қазір жауаптарын шығарам. Қай топ болды, кәнекей? Семантикалық карта бойынша берілген тапсырмамызды тексеріп шығайық. Бұл жерде ауызекі сөйлеу стиліне жататын сөйлемдерді не істеуіміз керек? Анықтауымыз керек. Ал бірінші сөйлем, Гүлбаршын, екеуі жүріп кетеді. Жата ма екен? Өздеріңдікімен тексеріңдер. Жатпайды. Екінші сөйлем, Кәусар, ауызекі сөйлеу стиліне жата ма? Жатады. Үшінші сөйлем, төстікке боларлықтай қандай өнерің бар дейді. Төстік. Бар ма, Айзат, жата ма? Жатады. Келесі, тағы елсізбен келе жатса, жолдарында бір адам көрдім. Жатпайды. Жераяқ деген мен боламын. Жатады. Төстікке жолдас болайын деп, жолын тосып жүрген адам дейді. Жатады. Бұларды біз ауызекі сөйлеу стиліне жатқызған сөйлемдер қалай жүзеге асты балалар? Не арқылы жүзеге асты? Естеді? Бір-бірімен байланысты ма? Естеді? Ауызекі сөйлеу арқылы тілдесіп жасады ма? Ауызекі сөйлеу тілдесім жасады. Сұрақ қойды, не істеді бір-біріне? Жауап берді. Яғни диалог арқылы жүзеге асты. Келесінен шығарап, сол бойынша тексеріп шығыңдар. Келесіде негізгі зат есімдерді анықта. Қай топқа түседі? Аха, ал, балоса. Қойшы. Негізгі ма, туынды ма? Дұрыс па, бұрыс па еді, былайша айтқанда? Ау? Дұрыс па? Қойшы деген. Негізгі зат есім ба, қойшы деген? Айзере, негізгі ма, қойшы деген сөз? Жоқ. Яғни жоқ, ол неге жатады? Бұрыс, яғни ол дұрыс емес деген сөз, е? Келесі, айлық. Бұлда? Бұрыс. Мектеп. Дұрыс. Ағаш. Дұрыс. Қалам. Дұрыс. Жақсылық. Бұрыс. Ауыл. Дұрыс. Ақыл. Аялдама. Бұрыс. Азық. Дұрыс. Яғни бұларды біз негізгі зат есімдерге жатқызады екенбіз. Келесі топ. Осы сөздерден қандай сөздерді ажыратамыз біз? Туынды сөздерді ажыратуымыз керек. Ал қойшы деген сөз? Дұрыс туынды сөз. Келесі. Айлық. Дұрыс. Мектеп. Дұрыс. Сүзбе. Дұрыс. Қалам. Бұрысқа жатқызамыз. Бұрыс, қалам деген сөз. Жақсылық. Дұрыс. Ауыл. Дұрыс. Ақыл. Дұрыс. Аялдама. Азық. Дұрыс. Яғни біз бұл жерде қандай зат есімдерді ажыраттық балалар бір-бірінен? Негізгі және туынды зат есімдерді ажыраттық. Жарайды. Ендігі
тапсырма балалар. Енді оқулықпен жұмыс жасайық. Оқулыққа қарайық. Оқулықтағы 3-ші жаттығуға қарайық, иә? 70-ші беттегі. Аштық па? Қане, берілген оқиықшы. Нұрым оқиын қойшы берілген. 3-ші жаттығу. Дара және күрделі зат есімдерді екі бағанға бөліп жазылды. Дара және күрделі зат есімдерді екі бағанға бөліп жазылды. Ол бүгінгі өткен тақырып бойынша, иә? Яғни, дәптерде бүгінгі күнді жазамыз балалар ашып. Сөйтеміз де дәптерді екіге бөлеміз. Бір шетіне қандай зат есімдер? Дара зат есімдер. Дара зат есімдер. Екінші шетіне күрделі зат есімдер. Күрделі зат есімдер. Ал, бүгінгі күнді жазайық. Бүгін қаңтардың 17-сі сынып жұмысы 3-ші жаттығу. Әр сөзді оқу арқылы қайсысын дара зат есімге, қайсысын күрделі зат есімге жатқызады екенбіз. Соны оқулықпен жұмыс жасап тастайық. Тез. Қане, бірінші сөзді кім оқиды? Кім оқиды бірінші сөз? Саяжан? Ақыл. Ақыл ол дара зат есім. Өйткені ол бір сөзден құралады. бір сөзден құралып тұр. Тамаша. Отыра ғой Саяжан. Екіншісі Нұрым. Іс-шара күрделі зат есім. Екі сөзден жасалып тұр. Қалай жасалып тұр? Дефис арқылы. Яғни қандай сөзге жатқызамыз? Қос сөзге. Тамаша. Келесі. Кәусар. Басқа сөз. Күрделі зат есім. Себебі? Екі сөздің не істеу арқылы жасалып тұр? Бірден айтып кетейік. Екі сөздің қосылуы ма? Бірігу арқылы емес пе, Кәусар? Екі сөздің бірігу арқылы. Баспа және сөздір. Келесі. Кім? Темірлан бе? Әтілжан. Көлшік. Дара зат есім. Отыра ғой. Тамаша. Дара зат есім. Келесі. Мөлдір. Келесі сөз. Кітапхана. Күрделі зат есім. Қалай жасалып тұр? Бірігу арқылы жасалып тұр. Келесі. Айсәлем. Балабақша. Күрделі. Себебі? Бірігіп жасалып тұр. Тамаша. Кім? Алихан? Кәсіп-орын. Күрделі зат есім. Қалай жасалып тұр? Ол екеуі бірігіп жасалып тұр. Інжу? Орындық. Дара зат есім. Қанша сөзден жасалып тұр? Бір сөзден жасалып тұр. Келесі. Аяжан. Негенді бей отырмыз. Келесі сөзіміз жұмысшы. Қандай сөз? Ол күрделі зат. Дара зат есім. Себебі? Бір сөзбен жасалып тұр. Отыра ғой. Келесі сөз. Аяру. Қиял. Бұл күрделі. Қалай жасалып тұр? Дефис арқылы қандай сөздер жасалады бізде? Қос сөздер жасалады. Келесі. Алижан. Ержүрек. Күрделі. Не істеп жасалып тұр? Екі сөздің бірігу арқылы. Отыра ғой. Келесі. Батыр. Бұл дара сөз. Отыра ғой. Күлбаршын келесі сөз. Мекен. Дара сөз. Дара сөз. Балдар, анықтап алып, енді дәптерімізге жылдам екі бағанға бөліп, дара сөздерді бір бағанға, күрделі сөздерді екінші бағанға жазып алайық. Бөлді жазамыз. Тез орындап алайық. Қазір біз ертөстік ертегісінен үзінді көрсетемін сіздерге. Сол үзіндіні тыңдау арқылы үзіндінің ішінде қиял ғажайыпқа толы жерлер кездесті ме? Сол жерлерді мұқият тыңдап отырамыз. Содан кейін барып сол жерлерді маған үзінділік айтып бересіңдер. Түсінікті ғой, иә? Ал ол болса мұқият тыңдайық. Видеода түсіндіріп. Yerimize derin baydın, sihirli olsun, kırmızı bayılır, benim olayla bekledim, haydi orası mayın. Yerinize ben şey
келесі шер астан таусылған кезде шаңырақтың күлдірөшінде келіп тұрған кейіпкердің төстігін көріп оның асып кейін кемпір жүкті болып ұл туады, ұлдың атын төстік қояды. Төстік өзі көрші бала болып, бір айда бір жасқа, екі айда екі жастағыдай, бір жылда 15-тегі жасөспірімді алып бара болады. Өзі кейін естіген сырға қаныққан төстік ағаларын іздеп жолға шығады. 8 ағасымен аман есен елге жеткенде Ерназар 9 ұлын үйленбекші болады. Жалмауыз кемпірдің айласына түскен Ерназар төстік соған бермекші болады. Жары ақылды кемші-кейсін жер астындағы адал достардың көмегімен көп қиындықтармен кедергілерге жеткен төстік елді аралады. Төстік халық арманынан үйтін алданып отыра алатын сенімді серігі, тау желаяқ, тау соғар, көп таусар сияқты кейіпкерлер адал достықтың символы ретінде бүгін кешкі жақын кемпір төсегінен тұрып, үйінің түндігін ашады. Оның ішінде түгіліп тұрған қара қос тұр, қосқа көрсе асылдың осы түгілі бақыр тұр. Бақырдың іші піскен етпен толығын төстік итке той болады да елге қарайды. Ал, бала, олай болса, ертегіні тыңдап шықтық, иә? Кәне, ертегінің ішінде зиялыға толы қандай жерлер болды? Аха, Нұрым айта қош. Бір айда бір жасқа, екі айда екі жасқа, 10 айда 15 жасқа толған. 15 жасқа толғандық. Аха, келесі тағы қандай жерлер? Көл таусар, көлді таусар. Көл таусар деген болды, кейіпкеріміз кездесті. Отырамыз, Дидар. Таусағар деген Кейіпкер кездесті, алып күш иесі, алып күш иесі. Тамаша, тағы кездесті. Желаяқ кездесті. Аха, желаяқ. Тез жүгіріп, жүйрік. Мұстан кемпір. Мұстан кемпір. Дұрыс айтасың, ондай адам өмірде бар ма балалар бізде? Ондай адам бізде өмірде кездеспейді, иә? Міне, қазір өздерің атап кеткен осы сәттердің барлығы бізді қандай ертегіге жетелейді балалар? Жайым ертегіге жетелейді екен, иә? Тамаша. Жарайды, олар болса арнайы кеттік балалар. Енді мына жерде қазір тағы да сендердің алдарыңа карточка таратып беремін. Бұл карточка бойынша 5-ші жаттығуды орындап тастаймыз. 5-ші жаттығуда қараңдар, жер астында жолығып, төстікке жолдас болатын кейіпкерлерді, олардың өнерін кестеге жазыңдар дейді. Мен қазір бір топқа жасайын. Еке бара, қараңыз, орындайсыңдар. Жүкпен жұмыс жасаймыз балалар, бұл жерде. Жүкпен. Қалешан екеуін орындаймыз. Саяжан, Нұржермен Дидар екеуі бірігіп орындаймыз. Нұрмен, Аяжан. Бірігіп жүкпен орындаймыз. Саяжан өз орындаймыз. Сендер жүкпен тез-тез қандай кейіпкерлер кездесті ертегінің ішінде, оның өнері қандай болды? Аха, оның өнері қандай болды? Сол туралы жылдам жазып орындап кетейік. Аха. Жылдам жазып орындап кетейік. Іс әрекетінде жазамыз балалар. Іс әрекетінде жазамыз. Іс әрекетінде жазып кетеміз. Олдық па? Олдық па балалар? Тез орындайық. Қане, қай топ болды? Қай топ болды? Олдық па? Ал қалсы оқиға. Бір кейіпкерді оқы. Аха, оқиға. Көл таусар. Бұл патшасы болғандықтан ол барлық суды тауысып қояды. Бұл барлық суды тауысып қояды. Аха, тамаша. Тағы қай топ болды? Бала ұсақ оқиға. Желаяқ. Шапшаң тез жүгіреді, жүйрік. Шапшаң тез жүгіреді, жүйрік. Тамаша. Келесі. Саяжан. Таусоғар. Ол тауды өз күшімен, қара күшімен көтере алады. Көтере алатын алып күш иесі.
әкесі. Аха, отыра. Тағы қандай әкесі? Мыстан кемпір. Мыстан кемпір. Жануарларға айналдырады. Ау? Жануарларға айналдырады. Жануарларға айналдырады дейді. Жарайды. Тағы бар ма кейіпкерлер? Тағы кімде бар кейіпкер? Ертөстік. Ертөстік ол өзі бір айда бір жасқа келіп, нұрым айтқандай, бір жылда 15 жасқа келіп, елін, жерін кімдерден қорғады? Өзінің жауларынан қорғады және кімдерді құтқарып алып келді? Өзінің туған бауырларын құтқарып алып келді. Тамаша, жарайды. Балалар, кейіпкерлермен таныстық қой, ертөстік ертегісіндегі. Осы кейіпкерлерді естеріңе сақтап алсақ, бұлар қиял ғажайып ертегісіндегі кейіпкерлерге жатқызатын кейіпкерлердің қатары. Жарайды балалар, олай болса, қазір мен тақтаға үй тапсырмасын шығарып қойдым. Міне, балалар, үйге 6-шы тапсырып жаттығуды аламыз. Күнделікті ашайық. 6-шы жаттығуды жазып алайық. Жылдан 6-шы жаттығу, яғни 70-ші бетте 6-шы жаттығуды орындайық. Сол жерде кіріспе, негізгі және қосымша бөлімдерден тұратын жоспар құрып, қиял ғажайып ертегі жазып келеміз. Өз ойымызша. Түсінікті ме балалар тапсырмасы? Ішінде негізгі дара және күрделі зат есімдерді қолдануымыз керек. Түсінікті ғой? Ал олай болса балалар, бүгінгі сабақтан біз қандай әсер алдық? Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды ма? Егер түсінікті болса, рефлексия жасап жіберейік. Алдарына мен қазір стикер таратып бердім. Стикерге бүгін сабақтың қай деңгейінде болды? Түсінсеңдер, түсіндік деп тақтаның әр тұсына кеп ілесіңдер стикерді. Стикерлер алдарында бар, айзаттар. Жылдам стикерге жазайық. Бүгін сабақтан қандай әсер алдыңдар? Ал Дидар. Жылдам жазайық стикерге. Сөйтіп, тақтаға, осы тақтаның тұсына кеп ілеміз. Білеміз ке? Болса білеміз. Сабақсыр түсіндіңдер ме? Тез. Жылдам. Мүмкін сабақтың кейбір тұстарын түсінбей қалған, алып кете берші, кейбір жерлерін түсінбей қалған кездерің болса, оны да жазып кетіңдер. Өйткені ол келесі сабақта қателіктерің ескеріледі. Түсіндік пе екен? Бәріміз түсінген екенбіз, е? Жарайды, олай болса, бүгінгі сабақтан өздеріңе бір жақсы әсер алдыңдар деп ойлаймын. Өйткені сабақ біздің қиял ғажайып ертегімен байланысты болды. Біз қиял әлеміне барып саяхаттап қайттық. Жарайды, олай болса балалар, енді сабақты мен сендерді бағалайын. Бағалау үшін мен сендерге жаңа алдарыңа, жауаптарыңа байланысты фишкалар таратқан болатым, балдармен. Сол балдарында айта отырып, анау бағалау парағына барып, әрқайсы өздерінің ақтарының тұсына барып, қалташыққа салып отырамыз. Айтып отырды. Bir. Алижан қанша бала алдыңыз? Мен 4 бала. Қандай сөз ұстазға салып? Салдар, әрнәрсе тұстарға салындар, сол бағалау бойынша фишкаларды санап, бүгінгі алған бағаларды журналға қойып беремін. Әрнәрсе тұстарға салындар. Болса отырайық. Салындар ма? Яғни бағалау парағына салған фишкалары бойынша бүгінгі сабақтан алған бағаларды журналға қойып беремін. Олай болса бала сабақ аяқталды. Сау болды.